Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып қазақ тілі. 46-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. Балалар, біздің каналда сендер әр аптада білім қоржынымызға бір мақалды қосып отыратынымызды аңғарған боларсыңдар. Бұл аптаға біздің білім қоржынымызға қосатын мақал отан туралы. Отан отбасынан басталады. Бұл мақалды түсініп оқып, есіңде сақтап, жаттап ал. Олай болса, сабақты бастайық. 37-ші жаттығу. Мәтіннің басын және соңғы бөлігін оқы. Балалар, бұл мәтінді оқимын, ал сендер мұқият тыңдаңдар. Дастан сабақта отырып, қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен «Мені шақырған кім?» деп айғайлады. Оған күн күлімдеді. Оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын иіп жемісін ұсынды. Балалар, мәтін не туралы? Оның негізгі ойы неде? Балалар, бұл мәтіндегі басты кейіпкер Дастан. Бұл Дастан сабақта отырса да, оның барлық назары басқа жақта. Я, балалар, біз сабақта отырған кезде үнемі сабағымызға көңілімізді аударып, назарымызды аударып, барлық ынта жігерімізді тек сабаққа арнауымыз қажет. Дастанның бұл іс-әрекеті дұрыс па, бұрыс па? Қалай ойлайсың? Бұл сабақта отырып, басқа жақта алаңдап, «Мені шақырған кім?» деп далаға жүгіріп шықты, я, балалар? Ал бірақ оны шақырған ешкім емес еді. Бұл оған жай ғана өзінің ойы елестеп жатқан еді, я, естіліп жатқан еді. Ойы ғана еді. Балалар, бұл қарамен жазылған сөйлемдегі дауысты ырғақпен оқиық. «Мені шақырған кім?» Бұл қандай дауыс ырғағымен? Әрине, бұл сұралып тұр, я? «Мені шақырған кім?» Сұраулы дауыс ырғағымен оқылып тұр. Бұл сөйлем, балалар, сұраулы сөйлем. Себебі дауыс ырғағына мән берсек, және сөйлемнің соңында сұрақ белгісіне назар аударайық. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгі қойылады. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып, сурет салуға кірісті. Кенет, осындай кемпірқосақ бола ма екен деген біреудің даусы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. «Амансың ба, балақай? Бұл менмін. Күн сәулесімін. Сенімен сөйлесіп тұрмын. Мен сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екен сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың. Ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойымда бірнеше түс бар. Қызыл, қызғылт сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін. Балалар, мәтіндегі сөйлемдердің тыныс белгісіне назар аударайық. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылғанын салыстыр. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жаз. Сонымен, балалар, жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді.
сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? Әрине, бұл сұралу, жауап алу мақсатында айтылып тұр. Сенің досың кім? Сенің атың кім? Сенің жасың нешеде? Деген сөйлемдерді мысал келтіруге болады. Мысалы, балалар, төмендегі сұрақтар бойынша достарыңмен диалог құрастырайық. Диалог дегеніміз біз өткен сабақты есімізге түсірсек, екі адамның бір-бірімен сөйлесуі. Яғни біз нешінші сыныпта оқисың? Біз сұраққа жауап алу мақсатында айтып жатырмыз, иә? Мен 2-ші сыныпта оқимын. Сабақтарың сағат нешеде басталады? Біздің сабағымыз 9-да басталады. Сабақтан кейін не істейсің? Әрине, сабақтан кейін үйге барып, демаламын, теледидар көремін, ата-анаммен бірге уақыт өткіземін деп жауап қайтаруға болады. Балалар, хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып жаз. Біз өткен сабақта өткенбіз, хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Бір нәрсенің жайын хабарлау мақсатында айтылған сөйлемді біз хабарлы сөйлем дейтін едік, иә? Олай болса, Толқын кітапханадан кітап алды. Біз оны қалай сұраулы сөйлемге айналдырамыз? Толқын кітапханадан кітап алды ма? Әрине, дәл осылай жазатын айналдыратын боламыз. Ол көп оқиды. Бұны біз қалай сұраулы сөйлемге айналдырсақ болады? Толқын кітапханадан кітап алды ма? Ол көп оқиды. Ол неге көп оқиды? Не көп оқиды? Десек, сұраулы сөйлем болады. Әжесіне ертегі оқып береді. Әжесіне ертегі оқып береді ме? Әрине, әжесіне ертегі оқып береді деп сұраулы сөйлемге айналдыруға болады екен, балалар. Осыларды дәптерімізге айналдырып, сұраулы сөйлемге айналдырып, көркем түрде қатесіз жазатын боламыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, біз бұл жерде суреттер бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Кәне, сұрақты өз ойларымен бөлісіп, бір сыныптас жаныңда отырған парталас досыңмен бір-біріңе сұрақ қойып көріңдер. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызға қосымша тапсырма берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Бұл сендерге үйге берілген тапсырма. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.